Қайырлы күн. Сіздермен бүгін жүктілік және іш қату туралы айтқым келіп отыр. Яғни жүктілік кезіндегі іш қату, оның дамуы туралы. Негізінен ішекте іш қатудың және аурулардың пайда болуына жүктіліктің әсері болуы мүмкін. Неге десеңіз, себебі жүктілік кезінде әйел адамның организмі екі есе, яғни екі адамның есебінде жұмыс жасайды және әйел адамның ішінде нәресте орналасқандықтан жатыр үлкейіп ол бірталай орынды алатын болғандықтан жаңағы ішектерді және де басқа мүшелерді ол ығыстырады. Сонымен қатар жүктілік кезінде әйел адамның ішегіне баланың сақталуы үшін ішегінің жұмысы бәсеңдейді. Яғни бұрынғы жүктілік кезге дейінгімен салыстырғанда әйел адамның ішегінің жұмысы бәсеңдеп, жүктілікті сақтап қалуға организм жағдай жасайды. Босанып болған соң, әйел адам босанып болған соң, бұл барлық ішектің жұмысы, басқа мүшелердің жұмысының барлығы қалпына қайтадан келуі керек. Бірақ кей жағдайларда ол ондай болмауы мүмкін. Немесе жаңағы ішек қалпына дұрыс келе алмай қалуы мүмкін. Және сол кездерде іш қату әрі қарай дамып, әрі қарай ішектің ауруларына алып келуі мүмкін. Бірақ осындай жағдай іш қуысына болған операциялардан кейін де орын алуы мүмкін. Яғни операциялық хирургиялық араласулар болатын болса, одан кейін де ішектің жұмысының қайта қалпына келуі кішкене бір қосымша шараларды қажет етуі мүмкін. Бірақ ол шаралардың барлығын білетін болсаңыз, қалай қалпына келтіру керек, ішектің ритмін бәрін білетін болсаңыз, ол сізге оңайырақ болады. Сол себептен жүктілік бұл патология емес, сондықтан да оны босанғаннан кейін әйел адам қалпына келтіре алады, ары қарай асқындырмай. Егер де жүктіліктен кейін, босанғаннан кейін сізде немесе хирургиялық араласулар болғаннан кейін сізде ішегіңіздің жұмысы қалпына келмей жатқан болатын болса, онда сіз дұрыс ішекке көмектесудің жолдарын білу арқылы сіз әрі қарай өзіңіздің ішегіңіздің жұмысын қалпына келтіріп, әрі қарай оның ешқандай аурусыз, асқынулсыз жұмыс істеуіне көмек бере аласыздар.